Құрметті көрермен, каналға жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бүгін сіз тыңдайтын оқиға жетімдер үйіндегі бір баланың шынайы тағдыры туралы болмақ. Бұл тірі жанға ашылмаған жан сыры. Бұл бір дәптердің ішіндегі қабырға арасындағы үнсіз жан айқай. Бұл азаматтың күнделігі еді. Жетімдер үйі. Сырты сыланған ескі ғимарат. Әр қабырғасы бозбалалық арман мен балалық көз жасын сіңірген. Азамат 12 жаста. Бұл үйде ол 4 жасынан бері тұрады. Анасын ешқашан көрмеген. Әкесі кім екенін де өзі де білмейді. Балам, сенің анаң сені перзентханаға тастап кеткен дегенді алғаш тәрбиешісінен естігенде жүрегінен бірдеңе үзіп түскендей болды. Сол күннен бастап Азамат айналасына тұйықталып қалды. Оның жалғыз серігі ескі дәптер болды. Сол дәптерге ол күн сайын жазатын: "Анашым, бүгін тағы да мені ешкім іздемеді. Бүгін тағы да бір баланы асырап алынды. Бірақ мен емеспін. Мен сені күтем. Сен келесің" деп. "Жоқ, сен келмейсің. Бірақ мен сонда да сені күтем. Себебі менде басқа үміт жоқ." Ол бұл күнделігін басқалар көріп қоймасын деп ескі жатын бөлмедегі қабырға сылағының астына жасырып жүрді. Түнде бәрі ұйықтағанда қабырғаны ақырын ашып, дәптерін шығарып, сыбырлап жазады. Дәптер оның жалғыз сырласы еді. Бірде бөлмеге жаңа бала келді. Аты Арнұр. Өзі ашық мінезді. Бірден достасып кетті. Бірақ Азамат үндемеді, жақындамады. Бірде Арнұр Азаматқа: "Неге үнемі сен үндемейсің? Саған не болды?" деп сұрайды. Азамат біраз үнсіз отырды да: "Үнсіздік менің қорғаным, айтсам жүрегім жыртылады" деді. Күндер өте келе Азамат пен Ақнұр достасып кетті. Бір күні Ақнұр қабырғаны ақтарып жатқан Азаматты байқап қалды. "Не істеп жатырсың?" деп сұрады Ақнұр. Азамат шошып қалды. Дәптерін қолына алып: "Бұл менің өмірім, бұл менің шын сырым" деді. Сол түні ол күнделігін Ақнұрға оқып берді. Ақнұр жылап жіберді. Таңертең тәрбиешіге: "Азаматтың күнделігін оқып көріңізші, ол бала емес, тірі жара секілді" деді. Көп ұзамай құрылысшылар ескі ғимаратты бұзуға келді. Жетімдер жаңа ғимаратқа көшірілді. Азамат асырап алынбай кетті. Дәптерін ұмыт қалдырды. Bir жылдан кейін сол ғимаратты жөндеп жатқан құрылысшы қабырғаның ішінен қоңыр дәптерді тауып алды. Қараса, әр бетінде жүрекке қадалған сөздер, анаға жазылған үнсіз хаттар. Сол дәптер жұрттың жүрегін дір еткізді. Жетімдердің үнсіз шындығын ашты. Азамат қайда екенін ешкім білмеді, бірақ оның сөзі, оның жан сыры қабырға арасында дауыстап сөйледі. Азамат мыңдаған жетімнің бірі ғана, бірақ оның шындығы бәрінің үні еді. Жетімдер үйін кіру алдында жұмысшылар қабырғаны бұзып жатып, ішінен көне дәптер тауып алады. Сыртында ұқыппен жазылған жазу бар: "Мен тірі болмасам да, менің үнімді еститін адам табылады деп сенемін" деп бала қолтаңбамен қалдырыпты. Осы күнделік әлеуметтік желіге сурет болып тарап кетті. Желіде тараған соң мыңдаған адам "Азамат кім? Ол қайда?" деп іздей бастады. Бұл жағдай бір журналистің назарын аударды. Аруна есімді жас тілші осы істі өз мойнына алды. Ол үшін бұл жай санкция емес, жүрек ісі еді. Аруна күнделік парақтарын оқып отырып көз жасын тыя алмады. "Сіз білесіз бе, апай, менің де әкем мені тастап кеткен, бірақ менің жанымда анам бар еді. Ал бұл балада ешкім болмаған ғой" деп редакциясының бастығына жылады. Ол күнделікті қайта-қайта оқып, әр сөйлемімен Азаматтың жан күйзелісін, басынан кешкен қорлығын, сағынышын, кешірім сұрауын сезіп отырады. Әсіресе бір сөйлем Арунаның жанын ауыртты. "Егер менің жазғандарымды біреу бір күні оқыса, өтінем, мені тауып алшы, мен тірі болғым келеді" деген. Осыдан кейін Аруна Азаматты іздеуге кіріседі. Ол алдымен сол мекеменің бұрынғы қызметкерлерін тауып сөйлеседі. Бірі есіне түсіре алмайды, бірі Азамат дейтін бала бар еді. Кішкентай кезінде тым тұйық, үнемі терезенің алдында отыратын. "Бір күні жолығып кеткем" дейді. Аруна одан әрі іздейді. Ақыр ол бір ауыл шетіндегі үйден Азамат деген жігітті табады. Бірақ ол Азамат емес секілді, ауру секілді. Көзінде өмірге деген сенімнің ізі де жоқ. "Сіз Азаматсыз ба?" деді Аруна. "Мен кіммін? Ол маңызды ма?" дейді ол баяу ғана. "Маңызды, себебі сіз қабырға арасында күнделікті жазған жалғыз жансыз. Сіз үндемеген мыңдаған баланың үнісіз" деді Аруна. Азамат үнсіз отырады. Аруна оның жанындағы орындыққа жайғасып, ештеме деместен біраз күтеді. Олардың арасында үнсіздік орнаған, бірақ ол ауыр емес. Екеуіне де қажет тыныштық еді бұл. "Азамат, мен сіздің күнделігіңізді оқыдым. Онда бәрі жазылған, иә?" "Иә, бірақ мен одан да көп естігім келеді өзіңізден." Азамат терең күрсінді. Сосын алғаш рет жан тәнімен ашылып сөйледі. "Мен жетімдер үйінде өстім. Әкем мен анамды танымаймын. Кішкентайымнан өзімді бөтен сезіндім. Үнемі кінәлі секілді жүретінмін. Кейбір тәрбиешілер бізге адам сияқты қарамады. Біреу басымнан сипаса, екіншісі тепкілейтін. Мен достар таппадым. Сенбейтінмін ешкімге. Сөйтіп күнделікке сыр шертуді бастадым. Өйткені ол ғана мені тыңдайтын еді." "Ал неге жоғалып кеттің?" деді Аруна.
14 жасында бір қызметкер мені ұрып, қорқытып сыртқа шығарып жіберді. Егер біреуге айтсаң жаман болады деді. Мен қаштым. Қаңғып жүріп бір ақсақал мені тауып алды. Ол мені асырап алды, бірақ ол кісі биыл қайтыс болды. Қазір мен жалғызбын деді. Аруна көз жасын тия алмады. Сенің даусыңды бүгін мыңдаған адам естіді, Азамат. Сен жалғыз емессің деді. Аруна Азамат туралы репортаж жасайды. Ол видеосы елге таралып, көптеген адам қолдау білдіреді. Психологтар, қайырымды жандар хабарласа бастайды. Қоғамда дау туады. Неге жетімдер үйінде мұндай жағдай болып жатыр деген сияқты. Азамат сол күннен бастап үнсіз жүректің өкіліне айналады. Ол өзі секілді балалар үшін қоғамдық қорғаушы болады. Ол балалар үйіне барып, жасөспірімдерге кездесулер өткізеді. Бұрын үнсіз жылаған бала енді мыңдаған үнсіз жүректің үніне айналады. Қорытынды: қабырға арасындағы күнделік тек бір баланың ғана емес, бүтін бір ұрпақтың шындығы. Сіз де үнсіз қалмаңыз, бәлкім бір күнде бір адамның өмірін өзгертіп жіберерсіз. Құрметті көрермен, осымен біздің әңгімеміз аяқталды. Арнамызға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз.